Ағаш пен жел ертегісі. Ерте заманда бір үлкен орманда жас тал ағаш өсіп тұрды. Ол әлі жіңішке, нәзік еді. Күн жылы кезде тал жапырақтарын жайқалтып, құстармен сөйлесіп, әдемі өмір сүретін. Бірақ қашан жел соқса, ол қатты ренжитін. «Әй жел, сен неге мені шайқай бересің?» деді бір күні тал. «Менің бұтақтарымды сындырып, жапырақтарымды түсіріп жатсың», деді. Сонда жел күліп, «Мен сені сындырмаймын, тек шынықтырамын», деді. Алайда тал сенген жоқ. Ол күн сайын жел соққанда қыңқылдап, кейде жылап та алатын. Бір күзде орманға қара бұлт жиналып, аспан күркіреді. Сол түні бұрын соңды болмаған дауыл тұрды. Үлкен қалың ағаштар да орнынан қозғала бастады. Бір-бірінің бұтақтарын сынып, кейбір тамырымен қопарылып кетті. Ал жас тал болса желмен бірге иіліп тұра берді. Ол еш сынбады, тамырым мықты қалды. Таңертең күн шыққанда ол жан-жағына қарады. Мықты көрінген көптеген ағаштар жерде жатты. Сол кезде тал желге қарап, «Сені енді түсіндім. Сен мені құлату үшін емес, дайын болу үшін шайқаған екесің», деді.